Айпериже Барби болуп маған машинасын көрсөтөйүн деп атат. Ооба. Иә. Бизге де жугустуу болсун. Енді қазір смарт заманда андай наличка бит берейин десем ұмытып кетіппін шешеге тағы да. Кеше тағы бірден шықса, вау, мынау ма? Мәссаған. Жугустуу болсун, бізге де бүйтіп ұстап қояйық. Көрімдікті жөнөтүп қоям. Бұйырса осы машинамен биік белестерге жетіңіз. Рахмат жаным десе. Шашымыз жөнделіп алып, жұмыспен кетіп жатырмыз. Айпериже тойға, мен жұмыспен. Ооба. Кечинде кездесеміз ана. Кечинде кездешебиз, э? Ал біз осындай тауға келіп қалдық. Бұйырса бүгін соңғы күн, кеше келге болады. Бішкекке жұмыстармен, бүгін жұмыстарды аяқтап, тауға шығып, Айперижемен, жеңем, Данияр көкем, бардығымыз Айпериже қыдыртып атат бізді. Баласы менен. Сол күшті ғой мына жерде. Қалай аш көке сізге? Вообще классно. Тау деген это біздің любовь қой. Сізге Қырғызстанда тұру керек кеттік. Тау деген енді керемет па. Мына фонда бір суретке түсіп алу керек екен, иә? Да. Ал мен негізі бар ғой, Қырғызстанға өте қатты разымын бар ғой. Мен бағымды да ашқан, Қырғызстан елі болатын. Вот бұйырса бір соның проектке қатысайын деп атам. Мен арманым болған, сол шақырған кезде сразу келдім да. Анткені бұндай возможностьтар очень редко болады. Бұйырса көресіздер, соның проект болайын деп атат. Сол көп-көп рахмет сіздерге. Ал эми жаңа айтып аткан проектке маған кыргызча так сүйлөш керек болуп атат. Ошон үчүн кыргызча так билетин мугалимдер деген кандай болот? Мугалимдер болсаңыздар, кыргызча үйрөтөтүн мага кайрылсаңыздар болот. Кыргызча үйрөнүш керек. Ал буюрса Кортойго өтүп алдык. Сонун күндөр болду. Мен вообще таң калып атырмын да, бір жылдың ішінде кәдімгідей Кыргызстанда достарым, подругаларым барлығы толып калыпты. Барлығы 2 күннің ішінде шақырып, чоң-чоң рахмат силерге. Это так приятно. За год я уже вот родная болып қалдым ана жерде. Деп сол бұйырса енді чоң проекттермен, чоң іштермен келетін болобуз. Сол пока что Алматушечка жди.